Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ұн қуырдақ тағамын жасаймыз. Өте дәмді, күшті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған және отбасыма қатты ұнады. Бізге керегі алдымен қамырын дайындау үшін 300-400 грамм ұн, бір жұмыртқа, су мен тұз араластырылған қажетінше құясыздар. Толығымен қамырымызды илеп шығамыз. Бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз тұнғанынша. Оған дейін біз етімізді қуырамыз. 300-400 грамм. Бір штук пияз. Пиязымызды жіңішке қылып тураймыз. Толығымен қуырып шығамыз, пиязымыз қызарғанынша. Бір штук сарымсақ қосамыз. Араластырамыз. Бір ас қасық соевый соус, тағы да араластырамыз. Соевый соус қосу міндетті емес, бірақ маған өзіме етті қуырып жатқан кезде соевый соус қосқан ұнайды, еттің дәмін келтіреді. Томат қосамыз 2 қасық. Тұз қажетінше. Приправаларыңыз паприкалар болса қоссаңыздар болады. Етімізді жақсылап қуыруымыз қажет. 40 минутқа бетін жауып бұқтырып қоямыз. Етіміз піскеннен кейін бір штук сәбізді өткізгіштен өткізіп қосамыз. Болгар бұрыш бір штук араластырамыз толығымен. Бетін жауып буға пісіресіздер. Тағы араластырасыздар. Тағы да 5-10 минутқа бұқтырып қоямыз. Негізі су қосуға болмайды, бірақ мен кішкене су қостым. Бетін жауып бұқтырып қоямыз. Оған дейін біз тестамызды дайындайық. 2 жайымшықты 2-ге бөліп, қамырымызды жіңішке қылып жаямыз. Жұқа қылып. Осы уақытта сіздер пештеріңізді қосып қойыңыздар 200 градуста. Қамырымызды осылай 4-ке бөлеміз. Қызып тұрған пештің ішіндегі табаға қамырымызды қоямыз. Пешке салмаймыз. Осы ыстық күйінде қамырдың 2 жағын ауыстырып тұрып, қамырымызды кептіреміз. Табамыз суып қалған жағдайда қайтадан қыздырып алып істесеңіздер болады. Қамырымыз кепті, осылай жіңішке қылып тураймыз. Кеспе тәріздес. Жұқа қылып турасаңыздар әдемі көрінеді. Дайын болған тұздығымыздың бетіне саламыз. Видеода мен араластырылмаған, бірақ сіздер міндетті түрде араластырып алыңыздар. Болмаса жабысып қалады. Бетін жауып 15 минутта пісіреміз. Мінекей тағамыз дайын болды. Өте дәмді, күшті болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Ұлбосын. Менің рецептім сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар, астарыңыз дәмді болсын.